Good evening, ladies and gentlemen. Ошантип, Жаныбек деген bir жігіт, Таласын Тоқойын аралап, Гүлбайра деген жолға жолығып, ата тегіңді тақтап кел деген сөзге тергіп, Америкаға барып тақтап, Бишкекке келіп, айтып тұрған жері. Чынеле, әр бір қырғыздың жігіті өзінің ата тегін тақтап, тақ біліп жүргені ев екен. Мұна мен тақтап келдім. Менің атам Алықұл, Алықұлдың атасы Ақмат, Ақматтың атасы Тоқмат, Тоқматтың атасы Ешмат, Ешматтың атасы Ташмат, Ташматтың атасы Чингачук. Чингачуктың атасы атам заманында Америкаға оғып кеткен Апачы ұруларының жолбасшысы Винниту болып шықты. Ей, мен сілердің құлындарыңардан боламын. Атайын Қырғызстаннан келдім десем, мені құчақ жайып, деп тоза алыштым. Гийтін кигізіп, жақшына қағылтырып саламды айтып, ана кейін ұшы саламды сөзсіз түрде Қырғызстанға барып, айтасың деп тұрып, ана кейін жөнетішті. Мен келдім. Аларда Қырғыздар көп екенбіз. Ацтек деген ұрулар ештектің еле балдар екен. Уругвай менен Парагвай деген өлкө, Орокбай менен Баракбайдын тұқымдары екен. Бостон деген ұру аяқта өзінчеле Бостон Сити. Көп екенбіз. Болғаны біразырақ бізге қарағанда қызыл екен, аларды краснокожий деп қойды екен. Себебі беркіден бізге қарағанда көбірек есе көбірек соғады екен. Қанымыз бірді. Анан айтты, емнесі болса дағы сілер кендік қан тамған жерісте жашайсыңар, емнесі болса дағы сілер өз жұртыңардасыңар, бақтылысыңар бізге қарағанда. Себебі дегенде бізде азыр резервация деген бір балекет бар, біз ошоның негізінде күлкі сезімінен айрылып отырабыз. Ал эми силерде болса толгон токой куудулдарыңар бар, элиңер болса шатыран шатман күлүп, тамашаны туура түшүнүп, ушинтип жыргап жашап жүргөнүн биз угуп эле жүрөбүз. Укпазактагы президентиңердин өңүнөн көрүп эле билип коюп атабыз. Анан дагы бир капа болгон жерибиз кыргыз тилин өркүндөтпөй, өстүрбөй, анын ордуна кыркып кыскартып атсыңар. Абдан өкүнүчтүү. Себеби дегенде биз Алыкул Осмоновдун ырын төмөндөгүдөй кылып ырдап жүрөбүз. Я Кёгиз древний гор сторожил, там я вырос и песни сложил, там я крылья души распростер, как заря над просторами гор. Кто посмеет унизить меня? Все племена кёгизов мне родня. Так знай же Лондон, Париж, Вашингтон, я в Кёгистан, я в Алато влюблен. Быйыл болса өзүңөрдүн эгемендүүлүгүңөрдү дагы майрамдадыңар. Дагы силердин тууңар желбиреп тиякта жыргап атасыңар. Ал эми аксакалдарды болду сыйлап туруп бир жылды кенен кезир кемпир чалдарга берип койдуңар. Аксакалдарыңардагы азамат 60га чыгып алып, уялбай этпей эле балалуу болуп атышат. Атасы алтын улап, өзүнүн эркектик дареметин баса белгилеш үчүн баласынын атын сөзсүз түрдө 60 деп коюп атат. 70ке чыгып уулду болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө 70, 80ге чыгып кыздуу болуп кала турган болсо, эй, аксакал Кыргызда мындай ат коюлбайт дегенге карабастан туруп, кызынын атын 80 гуля деп атат. Мен дагы айттым, эч нерсе эмес. Мен дагы Кудай таалам ошондой өмүр жаш берип кое турган болсо, мисалы үчүн 99га чыгып, мен дагы уулду болуп кала турган болсом, 99га чыгып баламдын атын ата салтын улап, сөзсүз түрдө коюп коем дедим. Эй, алжыган чал, бул эмне кылганың? Мындай ат коюлбайт Кыргызда дегенге дагы карабаймын. Деп коямбы? Коям. Сен менен экинчи сүйлөшпөйбүз, айнып калсың. Дей турган болсо, сүйлөшпөсөң сүйлөшпөй эле кой. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп жүрө берем. Анын үстүнө жакшы киши менен сүйлөшкөн жакшы да. 99га чыгып, жана антип уулду болгонума карабастан керек болсо, өзүм ошончо жашка барганы менен жүрөгүм баары бир жаш бойдон кала берет. Себеби каныбыз ошондой.
Анан анча-мынча ошо жашка ылайыктуу ырды жаштардай кылып созуп да коем. Караңгы түндө калганыңда, кара шала баалашканыңда, кара корос кыйкырганга чейин карам болуп турсам сонунда. Кара корос кыйкырганга чейин, кара корос кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деген сен сүйбөйсүң, дада гана болуп кетейин. Кара корос кыйкырганга чейин, кара корос кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деген сен сүйбөйсүң, дада гана болуп кетейин. Dübürlerge çalınlarında, müdürlük yığılarında, Cügürüba barıp canın alta, sıyıpıra dursam sonunda. Cügürüba cedeyin, cügürüba cedeyin, ne suyumun delen sen süybeysin, dedığına balıp gedeyin. Cügürüba cedeyin, cügürüba cedeyin, ne suyumun delen sen süybeysin, dedığına balıp gedeyin. Su götürüp çakallarına, peyga para gel atkanında, aladığı taftep çocukkanda, apaptava dursam sonunda. Apaptava tap koyuyun, apaptava tap koyuyun, ne suyumun delen sen süybeysin, yanda çalım senini bolayın. Apaptava tap koyuyun, apaptava tap koyuyun, ne suyumun delen sen süybeysin, raymalına senini bolayın. Dadağına balıp getir. Thank you very much. Ата жұртынан, ата тегінен атайын аманатын алып келіп, елге жеткірген еркектен кеде айланып кеткім келеді да. Жан бұл айтып отады, мен елім үшін жаным құрбан керек болса, елім үшін мен шашым түшуедәді. Біз антпейіз. Өзі үшін әрдікті жазап қойып тұрып, ел үшін жаным құрбан керек болса, апатшыларша сүйінгөлмен скальпымды чечіп тұрып тәзім қыламын. Айтып айтелектелі, намекті түшінген, тамашаға там берген еліме, мен чын әлі сыймықтан. Байырқы философтар айтмақчы, чындықты падышаға 10 жашқа чейін еш нәрсені білбеген наристе болбоса, қудыл ғана чындықты айталады деп. Мен дағы аралаштың 10 жылдық юбилейменен чын жүректен құттықтап, алардың актерлорының дерлік бардығына чын денсаулық, чыгармачыл іштерінде мен дағы албан егіліктерді қалайын.
Алеми, ушул 10 жылдын ичинде кандай гана тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болбосун, ошолордун бардыгын жеңип, менин байкашымча 10 күндөн берки аншлаг концерттерин көргөндө дагы бардыгы дээрлик ыраазы болуп жаткандыгын байкап, эмне үчүн мындай театр алиге дейре элдик деген нам ала элегин көрүп, чын жүрөктөн таң калып отурам. Лесбиянын белгисин коюп, даңгыр жолду эмес, татаал чыйыр жолду тандап алган сатириктер албетте баш кесмей бар, тил кесмей жок деген принцип менен коркпостон алт жүрөктүгүн билгизип, элине, журтуна жалаң гана күлкү эмес, чындыкты бетке айтып, көптөгөн кемчиликтерибизди жоюп келаткандыгы үчүн бүгүнкү күндө улуу башымды кичүү кылып, кодулдарга колдугум бар демекчимин.